Абьюзер адамның оң белгісі. Сәлем тыңдармандарым. Сіздермен бірге ғажап әлем арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Абьюзер психологиялық немесе физикалық зорлық-зомбылық жасайтын адам. Абьюзерлер әдетте өзара қарым-қатынаста немесе отбасы ішінде басқа адамды кемсітіп, қорлап, манипуляция жасап, психологиялық немесе физикалық зиян келтіреді. Мұндай адам психологиялық тұрғыдан зорлық көрсетіп, әлсіз немесе қорғансыз адамға үстемдік орнатуға тырысады. Абьюзерлердің кейбір белгілері мыналар болуы мүмкін. 1. Манипуляция. Абьюзер өз құрбандарын басқара отырып, олардың сезімдеріне манипуляция жасайды. Олар өз ойларын немесе сезімдерін басқаларға салып, сен мені түсінбейсің немесе мені жақсы көрсең, мені тыңдауың керек деп өз әрекеттерін ақтауға тырысады. 2. Психологиялық қысым мен қорлау. Абьюзердің құрбаны жиі өзін ешкімге қажетсіз немесе төмен бағаланғандай сезінуі мүмкін. Олар қорлап, кемсітіп, тағы да өздерін төмендететін сөздер айтып, құрбанының өзін-өзі бағалау деңгейін түсіреді. 3. Бақылау мен шектеу. Абьюзер өз құрбанының өміріне көп араласып, оның әлеуметтік желілерін, достарын, жұмысын немесе жеке өмірін бақылап отыруы. Бұл оларды басқару, бақылау және тәуелді ету мақсатында жасалады. 4. Жалған жала жабу және кінәлау. Абьюзер өз әрекеттері үшін құрбанды кінәлап, оның мінез-құлқы мен эмоцияларын дұрыс емес деп, үнемі өз қателіктерін жасырады. 5. Физикалық зорлық-зомбылық. Абьюзер физикалық зорлық көрсетуі мүмкін, ұру, тебу, шеңберге қорқыту және өз құрбанының қауіпсіздігін бұзу. Бұл көбінесе физикалық немесе психологиялық қорқыту арқылы басталады. 6. Өзін шексіз жақсы көру. Абьюзер өз құрбанына ерекше қамқорлық пен сүйіспеншілік көрсететін сияқты болады, бірақ бұл өз пайдасына ғана бағытталған манипуляция болуы мүмкін. Олар сүйіспеншілікке негізделген қатынас құра отырып, өздерін құрбанның өмірінде орнатуға тырысады. 7. Жауапкершілікті өз мойнына алмау. Абьюзер ешқашан өз әрекеттеріне жауапкершілік алмайды. Олар әрқашан басқа адамдарды немесе жағдайларды кінәлайды және өз қателіктерін мойындамайды. Егер сіз абьюзермен қарым-қатынаста болсаңыз, немесе біреуді осылай күштеп ұстау жағдайында байқасаңыз, психологиялық көмекке жүгіну, сенімді адамдармен сөйлесу, немесе қорғаушы ұйымдарға хабарласу маңызды. Сіз өзіңізді құрметтеуге, қауіпсіздікке және психологиялық денсаулыққа толық құқықты боласыз. Абьюзер адамды анықтауға көмектесетін бірнеше маңызды белгілер бар. Бұл белгілер әсіресе қарым-қатынас немесе отбасы ішіндегі зорлық-зомбылықты болдырмау үшін маңызды. Міне, абьюзердің 10 белгісі. 1. Психологиялық қысым және қорлау. Абьюзер адам үнемі өз құрбанын төмендетіп қорлап отырады. Олар адамның өзін төмен сезінуіне себеп болады. Мысалы, жиі сен ештеңеге жарамайсың, сен тым ақымақсың, менсіз өмір сүре алмайсың деп қорлайды. 2. Құрбанды басқаруға тырысу. Абьюзер адам өзінің құрбанының өмірін бақылап, оны басқаруға тырысады. Ол адамның дос-жарандар мен отбасы мүшелерін жұмысына немесе әлеуметтік өміріне араласуға тырысады. 3. Өзін кінәлау. Абьюзер құрбанына жиі өзінің қиын жағдайлар үшін кінә тағады. Олар мен сені жақсы көргенім үшін ғана ашуланамын деп айтады, немесе егер сен мені түсінсең, бәрі жақсы болар еді деген секілді сөйлетеді. 4. Сезімдерді манипуляциялау. Абьюзер өз құрбанын шындыққа сай емес жағдайларда сезімтал ету үшін манипуляциялайды. Олар басқа адамның әлсіз тұстарын пайдаланып, құрбанды өзіне тәуелді етуге тырысады. 5. Жалған уәделер беру. Абьюзер жиі уәделер береді, бірақ оларды орындамайды. Олар басқа адамның сезімдерімен ойнайды, бірақ өз іс-әрекеттерімен олардың үміттерін ақтамайды. 6. Жеке кеңістікті бұзу. Абьюзер адам басқа адамды үнемі бақылап, оның жеке кеңістігін бұзады. Бұл әлеуметтік желілерді тексеру, хабарламаларды оқып шығу, немесе жеке кездесулерді бақылау болуы мүмкін. 7. Физикалық зорлық немесе қорқыту. Абьюзер адамның физикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.
Ол құрбанын ұрып соғуы мүмкін немесе тіпті қорқыту үшін күш көрсетуі ықтимал. 8. Өзінің әрекеттерін ақтау. Абьюзер өз іс-әрекеттерін жиі ақтайды. Мысалы, мен бұл істедім, бірақ сен мені ашуландырдың деп қателіктерін құрбанның есебінен шығарады. 9. Жиі қақтығыстар мен жанжалдар туғызу. Абьюзердің әрекеттері көбіне жанжал мен қақтығыстарға себеп болады. Олар кішкентай нәрселер үшін үлкен даулар тудыруы мүмкін, бұл арқылы өз үстемдігін орнатады. 10. Тұрақты психологиялық қысым. Абьюзер құрбанды эмоциялық тұрғыдан жұқартып, оны психологиялық тұрғыдан қысымға салады. Бұл ұзақ уақытқа созылса, адамда өзін-өзі төмен бағалау, депрессия немесе үрей пайда болуы мүмкін. Қорытынды, абьюзердің белгілері әр түрлі болуы мүмкін. Бірақ бұл белгілер жиі кездеседі. Егер сіз осындай белгілерді байқасаңыз, немесе сіздің өміріңізде осындай адам болса, өзіңізді қорғау үшін психолог немесе заңгерден көмек сұрау өте маңызды.